Кісілік көрпенің размері 1,60-2,20 болып, матасы қиылады, 1,50-2,10 болып шығады. Себебі мына тігіс жиі болғандықтан тігіс тартады, ішіндегі жүн или не бар ішінде мақта, сол көтеріп тұрады. Сондықтан 10 сантиметрге қысқарады. Және мынандай матрас. Мына мата мачаны потты өткізбейтін мата. Осы бір шетіне осыны қойып, оны астына қарай төсейсіздер де бетіне любой өзіңіз қалайтын қыбы матадан қойсаңыздар болады. Бұл көбінесе мына матрас ретінде тігіледі, қалың емес, жұқалау болады. Ендігі мынандай көрпелер бар. Не обязательно екі жағын бірдей қылып, бір жағын однотонный, бір жағын мынандай гүл қылып жасауға болады. Не однотонный жағынан тегіс әдемірек көрінеді. Не осылай жиі тігіледі. Бірақ бұл барлық көрпеде жиі тігілмейді. Қалың салынған көрпелерде жиі тігуге болмайды. Жиі болған сайын тығыз, қатты жамылуға ыңғайсыз болып қалады. Ал мына біздің матрастың несі. Узоры. Бұл мына матрас. Матрас 3 килограммға шейін осындай тігіспен тігіледі. Ал егер бұдан 3,5, 4 жоғары қарай салдырсаңыз, тек ұзын жолақпен ғана тігіледі. Кейбір кісілер сұрап жатады, неге менің матрасым бір тігіспен ғана тігілген дейді. Себебі ішіндегі мақта немесе жүн көп. Тіккен кезде ине төменге қарай жетпейді. Сондықтан ондай қалың салынған матрастарда тек бір ұзын сызықты тігіспен тігеміз. И матрасты да, көрпені де екеуін екі түрлі түспен тігуге болады. Бірақ тек қана мата бізден ғана болады. Үйден мата алмаймыз. Себебі біз қолмен тікпейміз. Аппарат тігеді, біздің аппарат мата таңдайды. Синтетикасы көп болатын болса, бір жерде қайта-қайта тіге береді, немесе жіпті үзе береді. Сондықтан мата бізден болады. Ішіндегі жүн мақтасын ғана алып келесіздер. Мен сіздерді күтемін. Райымбек 540 көшесі, Алматы қаласы. Келіңіздер, шақ жая қарсы аламын.